Сәлем қыздар, бүгін осындай өте керемет болып шығатын бенто торттарды жасаймыз. Бұл бір адамдық торт. Ең алдымен мен өзім бисквит жасап алдым. Сіздер молочная девочка, медовый торт жасайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Мен бисквитный торт жасағым келді, бисквитін алдын ала жасап алдым. Ең алдымен сливкимді және де қантымды екеуін жақсылап миксерлеп аламын. Крем дайындап жатқан кезде сахарная пудра болу маңызды емес. Сіздерде қант болса, қант қоссаңыздар да болады. Осымен менің кремім дайын. Бисквитімді осылай кішкентай етіп, жон-жағын пышақпен кесіп алдым, домалақ етіп. Содан соң үстіне кремін жағып, жон-жағын тегістедім. Мен осылай 3 кождан жасадым. Бұл өзі максимум 500 граммдай болады. Бұл торттың салмағы, яғни бұл бір адамдық торт. Енді қалған креммен айналасын тегістеп қаптаймыз. Бұл торт үлкен торттарға қарағанда сәл қиынырақ жасауы, себебі өте кішкентай. Егер сіз үлкен торт жасап үйренсеңіз, бұл сізге аса қатты қиындық тудырмайды. Егер сіз үлкен торт жасап білмесеңіз, онда бұл сізге қиындықтар тудыруы мүмкін. Бірақ бұл тортты жасаудан қорықпаңыз, себебі бұл тортқа аз ингредиенттер кетеді. Сондықтан да сіздің тортыңыз онша емес шығып қалса да заттары зая болмайды. Содан соң мен қалған кремге қызыл красительді қосамын. Менде біреуі ақ торт, біреуі қызыл торт болады. Осымен менің кремім дайын. Мен топ декордың осындай красный красителін қолдандым. Енді ақ тортыма осындай әдемі жүректерді салдым. Барынша жүректің формасын шығаруға тырыстым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай оформление жасасаңыздар, қандай оформление өзіңіздің қолыңыздан келеді, солай жасай берулеріңізге болады. Содан соң қалған қызыл кремді осылай екінші тортыма жағып шықтым. Мен кремме аздап қара краситель қостым, себебі түсі сәл бордовыйлау болып тұрсын деп. Осылай әр торттың астына пергаментный бумаганы төссеңіздер өте жақсы болады. Мен пергаментный бумагам қып-қызыл болып кетті, сондықтан да мен тортымды басқа бір пергаментный бумаганың үстіне қойдым. Осымен бенто торттың өзінің арнайы коробкасы бар. Сол коробкасына 2 тортымды да саламын. Менің бенто торттарым дайын. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.